Бірінші сабақта біз электрондарды электрондық қабаттарға орналастырған кезде, мысалы, бірінші электрондық қабатқа 2 электрон, екінші электрондық қабатқа 8 электрон деп орналастырған болатынбыз. Бірақ шын мәнінде осы электрондық қабаттар деңгейшелерден тұрады. Мысалы, бұл ядро. Бірінші оның электрондық қабаты бірақ деңгейшеден тұрады, ол S. Оның екінші электрондық қабаты 2 деңгейшеден тұрады. Және де олар өте жақын орналасады. Оның бірінші деңгейшесі S, екіншісі P. Ал үшіншісі ол 3 деңгейшеден тұрады. Оның байқап отырғаныңыздай бірінші деңгейшесі S, екінші деңгейшесі P және де үшінші деңгейшесі D. Бұл сурет Бор моделі болған. Және де шын мәнінде жүзінде бұл электрондық қабаттар мен деңгейшелер суреттегідей қарапайым және де анық емес. Ондағы деңгейшелер олар орбитальдардан тұрады. Мысалы, S деңгейшесі бір орбитальдан тұрады. P деңгейшесі 3 орбитальдардан тұрады. D деңгейшесі 5 және де келесі F 7 орбитальдан тұрады. Орбиталь дегеніміз ол электронды 95% ықтималдылықпен табуға болатын ядроға жақын орналасқан кеңістік. Себебі шын мәнінде электрон траекториясын нақты білу мүмкін емес. Орбитальдарды шартты түрде ұяшық ретінде салады. Сол ұяшыққа максимум 2 электрон сыя алады. Бұл Паули тыйымы. Яғни Паули деген ғалым бұл ерекшелікті бірінші болып анықтай алған. Және де бұл электрондарды біз стрелка түрінде саламыз. Осы стрелкалар 2 түрлі бағытқа қарайды. Өйткені олар бір орбитальға орналасқанымен 2 түрлі бағытта қозғалады. Бұл арқылы біз орбиталық диаграмма сала аламыз. Орбиталық диаграмма ол электронның электрондық конфигурациясында көрсетілген орнын көрсете алады. Мысалы, бұл адамның қай жерде орналасқанын білу сияқты. Мысалы, ол үшін біз бірінші үйді білуіміз керек. Яғни қай үйде, сол үйдің қай пәтерінде, сол пәтердің қай бөлмесінде адам отырғанын біле аламыз. Сол сияқты электрон орналасқан жерін табу үшін біз үй ретінде электрондық деңгейді аламыз. Пәтер ретінде бұл деңгейше болса, бөлмесі ретінде бұл орбиталь болады. S орбитальдің формасы ол сферикалық, яғни осындай. Ал P орбитальдің формасы ол 8-ге ұқсас. Ал D және F орбитальдардың формалары өте күрделі. Мысалы, литийдің орбиталық диаграммасын салып көрейік. Сіз көріп отырғаныңыздай, ол 3-ші орында реттік нөмірі 3, яғни протондар саны 3, электрондар саны да 3 болады. Мысалы, міне литий. Оның бірінші қабатында 2 электрон бар, яғни бірінші S деңгейшесінде 2 электрон. Және де келесі ол екінші электрондық қабат. Бұрын айтып кеткенде 2 деңгейшеден тұрады, бірақ ол 3 электроннан тұрады. Литий 3 электроны бар болғандықтан, оның 3-ші электроны бірінші S қабатына орналасады деңгейшесіне, яғни оның 3-ші электроны ол 2 S1 де орналасады. Ал енді магнийдің орбиталық диаграммасын салып көрейік. Осы кестеде магний ол 1, 2, яғни 3-ші периодта және де 2-ші топтың астында тұр. Яғни онда барлығы магнийда 3 электрондық қабат болады да, оның
соңғы үшінші электрондық қабатында небары 2 электрон орналасады. Ал енді бұны орбиталық диаграммасы арқылы қалай саламыз? Біріншіден, оның бірінші қабатында S деңгейшесінде 2 электрон бар, яғни бұл 1, S2. Келесі оның екінші қабатында, біз бұрын айтып кеткенде, екінші қабат 2 деңгейшеден тұрады, бұл S және P. Екінші деңгейшесі ол 2, S2 және 2, P6. P6 өйткені P деңгейшесі 3 орбитальдан тұрады. Яғни 1 орбиталь, 2 орбиталь және 3 орбиталь. Және әрбір орбитальге максимум 2 электроннан сыяды. Яғни барлығы бұл жерде 6 электрон болады. Яғни 2S2, 2P6-ның қосындысы 8 электрон береді. Және шын мәнінде бізде екінші қабатында 8 электрон орналасқан. Ал үшінші оның қабатын қарайтын болсақ, бұнда тек қана 2 электрон орналасқан. Және бұл электрондар бірінші S деңгейшесін толтыруға тырысады. Яғни ең соңғы бұл 3S2 ғана. Бұл орбитальдарды салатын болсақ, яғни 1S2 ол бірақ қана орбиталь, 2 электрон. 2S2 бұл қайттан тағы S, яғни бірақ орбитальдан тұрады. 2 электроны бар, бұл 1, 2. Келесі бұл 2, P6, яғни бұл жерде 3 орбиталь. Және де орбитальдерге электрондарды салған кезде біз бірінші стрелкасы үстіне қарайтын электрондарды саламыз, сосын бірақ астына қарайтындармен оларды толтырамыз. Және де соңғысы бұл 3S2, яғни S деңгейшесі бірақ орбиталь, және де 2 болғандықтан 2 электрон, оны толығымен толтырамыз. Орбиталық диаграмманы оңай салу үшін біз осы кестені де қолдана аламыз. Бұл периодтық жүйенің ұзын формасы. Яғни бірінші екінші топ ол S деңгейшені көрсетеді. D осы тобы, яғни үшінші деңгейше D тобын көрсетеді де, қалғаны P. Бұл Гунд ережесі деп аталады. Оны азот мысалында қарастырып көрейік. Азот, оның конфигурациясы бұл 1S2, 2S2 және 2P3. Бірақ оның орбитальдарын толтырғанда біз келесі қателікті болдырмау керекпіз. Екінші суретте көріп отырғандарыңыздай, 1S2 және 2S2 электрондарды ұяшықтарға орналастырғаннан кейін қалған 3 электрондарды осы суреттегідей орналастырған, яғни әрбір орбитальды толтырып қана барып, келесі электронды келесі орбитальге салған. Бірақ бұл қате, өйткені егер де біз қалған 3 электронды әрбір орбитальге жеке-жеке орналастыратын болсақ, бұл теорияға сәйкес көршілес ұяшықтардағы электрондар бір-бірлерін азырақ күшпен итеретін болады, және бұл атом үшін өте тиімді. Азот электрондық формуласынан біз келесі ақпарат ала аламыз. Мысалы, N, оның ең соңғы электрондық қабатын салғанда, біз сол 5 электрондық қабатын осылай салуымыз мүмкін еді. Бірақ бұл да қате. Біз оны қайдан білеміз? Егер де оның электрондық конфигурациясын және де диаграммасын қарайтын болсаңыздар, бұл жерде әрбір электрон жеке-жеке, яғни бұл орбитальді сияқты жұптаспаған. Сондағы оның диаграммасы келесіндей болу керек. Яғни ең соңғы электрондық қабатында 2S2 сияқты 2 электрон жұптасқан болады да, қалған 3 электрон P орбиталіндегі жұптаспаған болады. Сонда бұл электрондық қабаттың толуына 3 электрон жетіспей тұрғанын білеміз. Яғни осы жерлерде тағы электрон толса, бұл толық электрондық қабат деп есептелуші еді. Сол себепті азот ол өте белсенді және де 3 электрон бере алатын
атомдармен өте оңай реакцияға түсе алады. Әрбір электрондық қабаттағы деңгейшелерді тағы да қайталап көрейік. Яғни n деген бұл электрондық қабаттар саны. Бірінші электрондық қабаттық санда тек қана бірақ деңгейше бар және бірақ орбиталь. Екінші электрондық қабатта екі деңгейше бұл s және де p. S бір орбитальдан, p үш орбитальдан тұрады. Үшінші электрондық қабат енді s, p және де d деңгейшелерден тұрады. Ал 4 ол s, p, d, f сияқты деңгейшелерден тұрады. Және де бұл жерде өздеріңіз байқағандай, кей кезде осы деңгейшелер бір-бірімен қиылысуы мүмкін. Бұл жерде 4s-тің энергетикалық деңгейі 3d-дан кем болғандықтан электрондарды орбитальдерге орналастырғанда ол бірінші 3p-дан кейін 4s-ті, кейін ғана 3d орбитальдерін толтыра бастайды. Энергетикалық деңгейлердің ретін сақтау үшін біз келесі принцип бойынша жұмыс істей аламыз. Ол үшін біз әрбір электрондық қабаттағы деңгейшелерді салып өтеміз. Мысалы, бірінші қатар бұл тек қана 1s, екінші қатар 2s, 2p, үшінші 3s, 3p, 3d деп жалғаса береді. Ал енді орбиталық диаграммада біз оны қалай саламыз? Біз бірінші осы стрелка арқылы жұмыс істейміз, яғни бірінші қабатын толтырамыз. Келесі екінші қабатын s деңгейшесін толтырамыз. Одан кейін барып 2p, 3s. 3s-тен кейін 3p, сосын ғана 3s. Яғни 3p-дан кейін 3d емес, 3p-дан кейін 4s барады. Кейін бірақ 3d, 3p және 5s деген заңдылық бойынша біз орбитальдерге электрондарды толтырамыз.